Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен осындай жаздың аптап ыстығында шөліңізді басатын сусындардың бірі сатылымдағы салқын көженің қарапайым әдіс-тәсілмен жасалу жолын бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видео рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен бидай мен жүгерімізді ыдысқа салып, қайнап тұрған суды құйып, бетін жауып, суығанша қалдыратын боламыз. Алдын ала дәнді дақылдарымызды осылай ыстық суға бұқтырып қойсаңыз, пісуі жылдам болып, әрі газыңызды да экономдай аласыз. Енді дәндерімізді міндетті түрде әбден жуып, тазартып алу керек. Әсіресе осы жүгерінің басындағы ұнтақтары, кептірілген ұнтақтары, міне осындай ұнтақтары өте көп болады. Соны міндетті түрде әбден тазарғанша жуып тазартып алуыңыз қажет. Бидайды де міндетті түрде жуып тазартып аламыз. Екеуін енді үлкен кастрөлге салып, қажетті мөлшерде су құятын боламыз. Барынша көбірек су құятын боламыз, себебі ұзақ қайнап суы тартылады. Тұзымызды қосып қайнатамыз. Қайнаған уақытта бетіндегі ащы көбігін алып тастайтын боламыз. Жай отта қайнатып пісіріп аламыз. Пісіп дайын болған көжемізді суығанша бір шама уақытқа қалдыратын боламыз. Енді суып дайын болған көжеміздің үстіне айранымызды құю қажет. Ең маңызды сәт осы айранды құюында. Айранды міне жай ғана құя салмай, оны міндетті түрде әбден шайқап тұрып құю қажет. Және де өзінің осы қайнаған суына құйсаңыз, өте дәмді болып шығады. Айранымыз да бір тегіс болып, күбіде піскендей әдемі болады. Яғни көженің ішінде айраныңыз іртік-іртік болмай, міне осылай қоймалжың бір тегіс, сатылымдағы көжеден артық болмаса, кем болмайтындай кереметтей көжеміз шығады. Міне салқындатып немесе арасына мұз салып ұсына беруіңізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, керемет болып шығары, сіздерге ұнарына сенімдімін. Ал енді достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.